өнімі. Ой, ондай ес. Саламатсыз ба? Айгерім, қалай менің орнын тартып алдың? Енді стереотипті сындыру керек қой. Бірден біз жаңа жарнама барысында мына мәселені шеше алмай, көрермендердің алдында мен өтірікші болғым келмейді. Бізде жаңа Асылжанға айттық қой. 50 теңге аударған адам бар депші. Соған қатысты жарнама барысында кішігірім дау болды. 50 теңге аударылмайды деп осында мен өзім Каспийімнен аударып көрдім. Бірақ ең азы 100 теңге екен. Иә, Каспийде 100 теңге екен. Бірақ қазір мен сізге мынаны көрсетем, Мен өтірік айтқанды өзім жек көретін адаммын, сондықтан міне. Мынау қанша теңге деп тұр? 70 теңге деп тұр. 70 теңге аударылған ғой, Иә. Міне. Камера көріп отырса, 70 теңге аударылған. Мен бір рет осындай мәселемен ұшырастым да, 100 теңге ғана болады минималды деп. Мен аударым жасай алмап едім, мынау қызық. Жоқ, міне, мен бағана 50, менікі 50 теңге болатын, Айгерім. Айтқаным 50 болатын, 70 емес. Бірақ мына 50 теңгені таппадық, 70 теңгені тауып алдық та. Ал қазір сұрастырып, өзге банктерге хабарлассақ, басқа банктер тек қана бұл жаңа Каспий емес, басқа банктер минимальный 25 теңгеден аударады екен. Мінекей. Енді мен өзім жаңа айтып алдым да, көрермендердің алдында ыңғайсызданып қалдым. Айгерім, енді сен де осы бағдарламада отырғалы бір айға жуықтады ғой. Сен де әділдік іздеп келген қыздың бірісің, Иә. Енді жаңа Асылжанға байланысты айтайықшы осында. Енді Асылжан шықты ғой осының алдында. Біріншіден сіздерді 100-ші эфирмен құттықтаймын. Еңбектеріңіздің жемістерін көріңіздер. Шынында да бір отбасының балаларындай болып кеттік осы эфирде. Мен оқытушылық мансабым оқу жылы басталып кетсе де, сабақ кестесі ыңғайластырып, әйтеуір эфирде үзбеуге тырысып жүрмін барынша. Жақсы араласатын кейіпкерлер де бар, өздеріңіз де сондай қамқор болып жүресіздер. Рахмет сіздерге. Шәкірттеріңіз неге келтатуласаяқта жүрсіз деп сұраған жоқ па? Жоқ, шәкірттерім анада Динамен кішкене дау болған кезде біз видео не жіберейік деп сөйтіп өздері ықылас білдірді, бірақ мен жоқ қойыңдар деп қойдым. Келіспедіңіз ғой, Иә, керек емес деп, ол тағы да шығады ғой, Айгерім мақтанып отыр деген сияқты пікірлер. Айгерім, сәлем, басың бос па деп сұрақ қойыпты. Саламатсыз ба? Жоқ, мен эфир барысында айттым ғой, мен 3 баланың анасымын, отбасылымын. Бұл кісі 3 баланың анасы. Енді Айгерім, жаңағы Мадина ханымның баласының жағдайын көрдіңіз ғой. Жалпы сіздің де 3 перзентіңіз бар. Енді қазақта баланың санын айтпайды дейді, дегенмен айтып отырық. Бірақ бала тәрбиелеу, қазіргі балалардың психологиясы, мысалға бәріміз ата-ана ретінде айтамыз ғой, қазіргі балалар ерекше бөлек деп, гиперактивный болады деп. Енді сол баланың ауыртпашылығын қаншалықты ауыр болады, сіз ана ретінде жақсы боласыз ғой, білесіз ғой. Иә, шынымен де бала ауырмасын. Енді қазақ айтады ғой, бала ата-ананы баламен сынамасын дейді ғой, ауырмасын деген сөзі. Сынамасын, иә. Бұл жалпы өмір заңдылығына да қарама-қайшы нәрсе ғой, мысалы жаңағы баланы жоқтау, немесе балаға осылай ауру балаға қарау, керісінше былай, енді ата-ана қартайған кезде бала қарау керек деген сияқты мәселелер ғой. Осындай болмасын деп тілеймін, мен бала ауырмасын. Бала да, бағана Мадина айтып жатыр ғой, мен ауырсам екен деп тілеймін деп. Мен айтам да, ондай үйтіп те айтпау керек негізінде. Бала да, ана да, ешкім де ауырмасын. Ең бастысы денсаулық қой, денсаулығымыз мықты болсын, шапқылап жүре берейік. Ең бастысы денсаулық, қалғанның барлығы болады. Сіз осы бағдарламаға келген кезде, Мадинамен тілдескен кезде, жалпы Мадина балам қатты әбігерге түсіп кетті, үйіме қайтсам болар еді деп айтты ма сізге? Иә, маған айтқан болатын, қалай ойлайсың, бір нәрсе шығады ма, балам ығыры шығып кетті, ол бір ана үйге үйреніп қалған дейді да, обстановкаға. Мына жерде енді пәтерде тұрамыз, онша үйренемай жатыр, кете берейін ба деп маған сөйтті. Сол кезде мен айтқам, енді бірінші қадам жасап қойдыңыз, шығып орта жолдан тастап кетпей, соңына дейін көріңіз деп мен айтқам. Ол кісі баласының мәселесіне байланысты болды ма, жоқ әлде бағдарламаға деген сенімсіздік болды ма? Бірінші баласының жаңағы жағдайы болмағанына байланысты айтты, екіншіден бір нәрсе шығады деп ойлайсың ба деген сияқты менен сұрады негізінде. Күмән болды? Иә. Енді ақыры шығып қойдыңыз ғой, соңын күтіңіз дедім мен. Фигураң ат екен дейді. Айгерім өте тамаша жан.
Айгерім өте мәдениетті қызсың. Айгерім молодец. Айгерім сондай тәрбиелі қыз. Балапандарың аман болсын. Айгерім оқыған қыз, тәрбиелі дейді. Журналист жігіт күннен күнге арықтап бара жатсың ғой дейді. Мен бір күн толып кеттім, бір күні арықтап кеттім, өзім түсінбей жатырмын. 100-ші эфир құтты болсын. Барлықтарыңызға мың алғыс, құрметті көрермендер. 100-ші бағдарлама. Рахмет. Уақыт болыпты Айгерім.